Бір апталық жұмыс күнінен қажыған адам жексенбінің таңында қолына газет алып шаршағанын басып, күні бойы үйде отыруды ұйғарады. Дәл осыны ойлап отырғанында баласы жүгіріп келіп, саябаққа қашан баратынын сұрайды. Әкесі оған демалыс күні саябаққа алып баратынына уәде берген болатын, бірақ мүлдем сыртқа шығуға зауқы болмай бір сылтау іздейді. Кейін газет бетіндегі дүние жүзінің картасы көзіне түседі. Картаны майдалап жыртып, баласына «Егер картаны құрасаң, сені саябаққа алып барамын» дейді де, өзі іштей жақсы құтылдым-ау, ең мықты география профессоры да кешке дейін құрай алмас деп ойлайды. Арада 10 минут уақыт өтісімен-ақ баласы жүгіріп келіп, «Әке, картаны түзедім, енді барсақ болады» дейді. Әкесі алдымен сенбей барып көреді. Көргенінде таң қалып, қалай түзегенін сұрайды. Сонда баласы, «Маған бергенің картаның артында бір адамның суреті бар еді. Адамды түзеткен кезінде бүкіл дүние жүзі түзеліп шыға келді» депті жымиып. Құрметті оқырмандар, менің әңгімемді соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.